Рома, Александр Диор, Клавдий Птолемей, 190. Үй жұмысына қойған? Күн жерден 150 метр алыс болып көрінеді. Аспан сырын ашқан ғұламалар. Аспан әлемі адамзатты өте ертеден бері қызықтырып келген. Әр ғасырдың өзінің ғұламалары болған. Олар аспан сырларын ашып, халыққа аспан әлемі туралы мыңдаған жаңалықтар дәлелдеп түсініп отырған. Қарақшы, темірқазық, құс жолы, сосын шолпан жұлдызы. Жақсы, отыра ғой. Келесі, аңыз деген не? Білеміз ба аңыздың не екенін? Не ол аңыз дейтін? Жауап беріңдер. Айтқанымда мүмкін, болмаса бір ойдан да құрастырып, ертегіге ұқсас келеді аңыз дейтін, ол бізге бұрыннан бері ауызша да айтылып келе жатып, кейіннен жазбаша түрге бізге жетіп отыр, оны біз әлі күнге дейін оқимыз. Аяз би, алдай көсе деген сияқты біз оқыдық қой? Білесіңдер ма? Жақсы, келесі. Жұлдыздарға байланысты аңыздар білесің бе? Білеміз ба аңыздар? Тілеғабыдан кейін келесі. Бізге қандай жаңағы белгі қандай сан шығады екен? 3-ші яшықшықта оның сұрағы жинақтық сан есімге мысал келтір. Жинақтық сан есім ол мысалы 1, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу. Жақсы. 5-ші яшықшықта сан есім дегеніміз не? Сан есім дегеніміз заттың санын, заттың ретін білдіретінді. Біз сан есім ол қазақ тіліндегі сөз табының бірі. Жақсы. Заттың саны. Жұлдыздар мен аңыздар. 2-ші тапсырма. Жиегі жермен астасып, төбесі көкке тірелген бізді қоршаған әлемнің жоғары бөлігі аспан күмбез деп аталады. Ол бақылаушыға киіз үйдің төбесі болып көрінетін күмбез тәрізді әсер қалдырады. Күн, ай, жұлдыздар сияқты аспан шырақтары бізден өте қашықта орналасқан. Ал олардың бір-бірінен арақашықтығының айырмашылығы бізге беймәлім. Сондықтан олар аспан күмбезінде қатар. Аспан денелер туралы көп заттар білесің бе? Кейбір аңыздарды да білемін. Сенсің? Мен бізден ата-бабамыздан келе жатқан аңыздарды мен жатқа білемін. Біреусін айт сонда. Мысалы, аспан денелерінде 7 қарашы, таразы, және темірқазық, және тағы басқа. Менің бір аңызым ол шолпан жұлдызы аңыздарда ол немісі қыз болып келгені. Сен аспан әлемі туралы не айта аласың? Аспан әлемі, мысалы, бізде 7 қарақшы, мысалы біз үйімізден қай жерде екенін білмес, жоғалып қалсақ, ол бізде үйіміз қай жерде екенін бізге білдіреді. Бірінші мәтін болатын. Бірінші мәтінге темірқазық 7 қарақшы жұлдыздар туралы болған. Біз мына жаққа сурет салғанымызда жұлдыздар, үй және ағаш. Мына жақта ит бар, мына жақта құс жолы. Құс жолы бізде күн несін болған. Ол күн мен ай туралы болған. Біз мына жаққа күн салдық және де ай. Мына жақта шеттерінде жұлдыздар. Шолпан жұлдызы тұр. Ол шолпан жұлдызы өте әдемі және көрікті қыз болған. Бұрында шолпан артына барлығы жүріп жүретін.
ол бәрі айтатын шолпан қыз тек қана емші қыз болып өсу керек еді деп. Бірақ бір кезде ол шолпан жұлдызы болып кеткен. Иә, шолпан жұлдызына айналып кеткен екен, иә. Осындай аңыз бар екен. Жақсы. Ол қандай қыз